Anne sen isteyeceksiniz. Ne? Oyu sızıp oturmun. Şimdi sizge koyup işte bu ama. Bolar, geliyor oy. Oturun mına şaka. Keyin sana үйретейін. Тоғжан, абай Дана атамыз айтқандай, мал таппақ болсаң қол өнерді үйрен, және де оны алдамай, адалдықпен сат деген. Сонда дана боласың, ілімді боласың, иә? Біздің қазақ халқымыз ұлттық қол өнерлерді өте қадірлеген, өте сондай биік көзқараспен қарап келген, иә? Бізде қазіргі таңда кез келген қол сөмкеміз, киімдеріміз болсын, бәрі ұлттық нақышта тігілген. Байқадың ба? Бәрінің ою өрнектері бар, ұлттық нақышта, иә? Тіпті мына сенің киіп отырған, мына сәукелеңнің өзі қандай керемет әдемі, иә? Бұл сәукелең мына қошқар мүйізбен өрнектелген, сенің қажекейің өзі мінекей. Қандай әдемі өрнектермен екеуміздікі де әртүрлі өрнектермен. Сен маған онда көмектесетін болсаң, мына оюды маған сызып бере ғой, әдемі, иә? Маған көмектес осылай сен. Әдемілеп сызып бер, мен оны мынаған тігетін боламын. Сонда әдемі ою шығады бізде, иә? Міне біздің қазақша құрақтарды қара, Тоғжан, қандай керемет жасалған, иә? Бұны тігудің өзіне көп уақыт керек, бұған өте мұқият болу керек құрақты тіккен кезінде. Құрақты біз әдетте көп нәрселерге пайдаланамыз, иә? Көрпе төсегіміз, жастығымыз. Бұрынғы заманда әжелеріміз үнемі осындай құрақ көрпешелер тігіп отырған екен. Мысалы үшін бізде мына жылқы, түйелердің өзі қолөнер. Бәрін қолдан жасаған, иә? Қандай керемет. 19 ғасырдан бастап біздің қазақша ою өрнектерді бәрі үйдің жиһаздарына, үйді сәндеуге, мына киімдерімізге бәрі нақышын келтіріп пайдалана бастаған екен. Содан бері қазір 21 ғасырдамыз. Бізде қолөнер өте дамып тұрған заман, иә? Кез келген жерде қолөнер өте бағалы және ізденіске сұранысқа ие болып табылады. Değmez sende bir adamın balası, bar değmez sende bir adamın balası. Şılayım, şılayım, Қандай әдемі болды? Біздің ойымыз өте әдемі болды. Тоғжан, біздің киіз үйді көрдің бе сен? Біздің киіз үйі. Мысалы үшін бұрында біздің ата-бабаларымыз осындай киіз үйде өмір сүрген, иә? Керемет. Осындай киіз үйлер бар. Әртүрлі нақышта. Мындай сумкаларды қазір сәнде ұстауға болады. Тігіп, бәрін жабыстырып, өте әдемі. Ұнады ма саған осы? Күшті екен, иә? Жарайсың, Тоғжан.